Мектеп бітіргеннен кейін жоғарғы оқу орнына түсіп, интернеттен жолдасыммен таныстым. Бір ай сөйлесіп жүрдік. Маған жұп болуға ұсыныс жасады. Мен келістім. Бізде жұптық кезімізде бәрі жақсы болатын. Кафеге, киноға барып, арасында парктерге баратын едік. Паркте сүйісіп, аймаласып отыратын едік. Ол да бір жағымды сезімеді. Солай жүріп үйленуге ұсыныс жасады. Өз келісіммен мені алып қашты. Қуғыншылар келгенде қаламын дедім. Ата-енем той жасап береміз деп уәде берді. Солай қалдым. Алғашқы неке түнімді бәрі мен ойлағандай болмады. Арамызда жақындасу болды. Сүйістік, аймаластық. Бірақ күйеуімнің мүшесі қатаймады. Осылай арпалысып, түнде таблетка келіп ішсе де пайда болмады. Солай бірінші түн пәк болып таң атқанын күттім. Күйеуім қатты қобалжып, мен ондай емеспін. Менде бәрі жақсы деумен болды. Таң атуға жақындап қалғанда не істейміз, не деп жауап береміз деген сұрақ туындай бастады. Күйеуім қолынан қан шығарып, ақ матаға қан жағамын деді. Басында мен келіспедім. Себебі ол сондай жарамайтын еркек болсашы. Ары қарай не істеймін, кімге пәкпін деп дәлелдеп жүремін деген ой болды. Күйеуім жалынып, уәделер беріп қоймаған соң мен келістім. Ол ақ матаға қан қолын сүртті. Солай мен қыздығым алған кісі болды. Келіндік өмірім басталып, ата-енемді қызметін жасай бастадым. Келген көршілерге, туған туыстарға тәтті шай беріп, сәлем салып, үй тіршілігімен күн батыратын едім. Түнде күйеуім таблетка ішетін, видео көретін, бірақ еш нәтиже болмайтын. Солай әр түнде 2-3 сағат уақыт әрекет етіп, болмаған соң ұйқыға жататын едік. Солай бір ай өтіп, ата-енем уәде бердік, той жасайық, той бастайық деп әрекетке түсіп қалды. Мен оларды асықпауға шақырдым. Ақша жиналсын, кредит алмайық деп ата-енем дұрыс түсінді ақша жағын. Бірақ күйеуім жаман көріп қалды. Ол сөзімді ата-енем ақшадан уайымдама деп тойды бастап жіберді. Сол айтқан күнімнен бастап күйеуім мені айыптай бастады. Сен кетуді жоспарлап жүрсің, басқа біреуді тапқанда шығарсың деп. Мені ойымда шынымен де тек ақша емес, кету ойы да шыға бастаған еді. Күйеуіме жан-жақты айтып түсіндіріп, пәленше туысқан тойға кредит алып, оны жаба алмай машинасын сатты. Пәленше туысқаным учаскесін сатты. Олай той жасағаннан ақша жинап жасағанымыз дұрыс деп түсіндіріп ренжігенін бастым. Солай жүріп, түнде пайда бола бермеген соң, қыздықты алуға әрекет те азая бастады. Түнде бір әрекет етіп көреді, болмаса ұйқыға жататын. Той жақындаған сайын оның әрекеті азая бастады. Тойға бір апта қалғанда мүлдем әрекетті тоқтатты. Кеш болып ұйқыға жататын болдық. Той жақындаған сайын менің үмітім үзіліп, сенімім таусыла бастады. Ойымның бәрі, егер мүшесі мүлдем тұрмаса, мен не істеймін мына жерде? Тойдың не керегі бар маған? Солай жүріп, тойды тоқтатып, бәрін жайып салып, ажырасуға беттей алмадым. Солай тойым өтті. Пәк келін болып жүрдім. Күйеуім маған білдірмей дем салдыруға баратын. Сол дем салушы намаз оқуға толық дәретпен жүруге кеңес беріп, өзіне дем салуды үйретіпті. Той өткеннен кейін намаз оқитын болды. Өзіне дем салатын болды. Аптасына ораза ұстайтын.
сол мінезінде жақсарып келе бастады. Мен пайдасы болар деп күтіп жүрдім. Солай жүріп, түнде күйеуім айқайлап оянып кетті. Тек кетті, кетті деп айтып жатты. Денесі су болып кеткен, қатты терлеген. Мен не кетті десем, магия, сиқыр кетті деп айтты. Күйеуіме су беріп, тыныштандырып, болды ұйықтайық деп жаттым. Күйеуім душқа барып, дәрет алып, маған жақындай бастады. Мен қойшы, пайдасы жоқ деп қозғалмадым. Ол мені құшақтағанда бір зат беліме тірелгенін сездім. Ұстасам, күйеуімнің мүшесі қатайған екен. Бұл мен үшін де, күйеуім үшін де қуаныш болып, түнде пәктігімнен айырып, түнде ұйықтамай шықтық. Солай қазір 2 баламыз бар. Күйеуім намазды тастамайтын болды. Бақыттымын, шүкір. Қазір ойланамын, егер тойды тоқтатып, күйеуімнің абыройын төгіп, ажырасып кеткенімде не болар еді деп.